Сәлеметсіңдер ме балалар, көңіл күйлерің қалай? Балалар, бүгін біз ана тілден 4-ші сабақ дыбыстар және әріптермен танысатын боламыз. Балалар, бізде әліпбиде 42 әріп бар, оның 2-і таңба, 15-і дауысты дыбыс, 25-і дауыссыз дыбыс. Балалар, біз бұны әліпбиде танысқан болатынбыз. Ал енді бүгінгі жаңа сабақ дыбыстар және әріптер. Бірінші жаттығу, өлеңді мәнерлеп оқы, жаттап ал дейді. Балалар, осы өлеңді жаттап алайық, жарай ма? Ал мен оқып беремін, мұқият тыңдаймыз. Тақырыбы алғашқы қар. Алақай қар жауды, сырғанақ тебеміз, білмейді шаршауды, шыныққан денеміз. Шығамыз далаға, соғамыз аққала, мінеміз шанаға, күлеміз шаттана. Авторы Дәркембай Шоқпарұлы екен. Балалар, өлең не туралы айтылды? Балалар, қар жауған және сырғанақ тепкеніміз, және шаршауды білмей шыныққан денеміз туралы. Далаға шығып, аққала соғып, шанаға мініп, ойнап, күліп, шаттана күлгеніміз туралы жазылған, Ал енді осы жерде балалар, қар, сырғанақ деген сөздерде неше дыбыс, неше әріп бар екенін табуымыз керек екен. Балалар, біз бұндай дыбыстық талдауды жасаған болатынбыз. Ал қар сөзінде 3 әріп, 3 дыбыс бар екен. Оның біреуі дауысты, екеуі дауыссыз. Сырғанақ сөзінде бұл жерде 8 әріп, 8 дыбыс және 3 дауысты дыбыс, 5 дауыссыз дыбыс бар екен. Балалар, осылай дыбыстық талдау жасаймыз. Ал енді келесі тапсырмаға өтеміз. Екінші жаттығу, сөздерді көшіріп жаз. Балалар, мен сөздерді оқимын. Бірінші, қар, жар, тар. Қыз, қас, қос, топ, доп. Ал енді балалар, сөздердің мағынасы неліктен өзгерді деп ойлайсыңдар? Қане көрейік. Қар, жар, тар. Бұл жерде бірінші дыбыстар өзгергендіктен сөздердің мағынасы өзгеріп тұр, Келесі екінші, қыз, қас, қос. Екінші тұрған дыбыстар өзгергендіктен бұның мағынасы өзгеріп тұр. Келесі топ, доп. Бұл жерде бірінші дыбыстар өзгеріп тұр, сондықтан мағынасы өзгерген. Ал енді балалар, дәптерімізді ашып, бүгінгі күн ретін жазып, көркем етіп жазамыз. Талаптарды білеміз, денемізді тік ұстап, дәптерді қиғаш қойып, көлбеу етіп, әдемі көркем етіп жазамыз. Балалар, үшінші жаттығуда бос орындарға дауысты дыбыстар қойып, сөздерді құрап айт дейді. Балалар, қарасаңдар, бұл жерде тек дауыссыз дыбыстар тұр, дауысты дыбыстар қалып қойған екен. Ал енді дауысты дыбыстарды қоямыз. Қараймыз. Гүл, доп, бас. Келесі алма, арба, елші. Ал үшінші топта аман, өрік және соңғысы есім деген сөз шықты. Балалар, көрдіңдер ме? Бізде дауысты дыбыстарды қойғанда түрлі керемет сөздер шықты. Ал балалар, енді дәптерімізге мына үлгідегідей етіп, В дыбысын көркем етіп жазып шығамыз. Келесі жаңа екінші жаттығуды көркем етіп жазамыз. Одан соң үшінші тұрған көп нүктенің орнына тиісті әріптерді қойып, мағыналы сөз жасаймыз. Және оны көркем етіп көшіріп жазамыз. Ал мұнда тұрған аз деген сөздің алдына біз Қ дыбысын қоссақ, қаз, келесі Ж дыбысын жазсақ, жаз, және соңғысы үшінші С дыбысын жазсақ, саз деген сөз шығады екен. Ал енді балалар, осы шыққан 3 сөзді әдемі етіп жазып шығамыз. Балалар, енді келесі тапсырмаға қараймыз. Әр жолдағы сөздерде кездесетін ортақ дыбысты тауып астын сыздейді. Қырық, қыз, қырман. Тарақ, керік, қара. Бірінші қатарда қандай дыбыстар ортақ болып тұр? Балалар, Қ, қырық дегенде Қ, қыз дегенде Қ, қырман дегенде Қ дыбыстары ортақ болып тұр. Келесі тарақ, керік, қара. Бұл жерде ар және ер деген ортақ дыбыстар тұр, Ал енді балалар, осы сөздерді жазып, ортақ дыбыстардың астын сызып қоямыз. Балалар, тапсырманы дұрыс орындап, көңіл күйлерің тамаша болып, күндерің сәтті өтсін. Сау болыңдар.